Армысыздар, қымбатты көрермен, эфирде Ой Сарап, студия қонағы Дін істер басқармасының бас маманы Ерлан Матаев. Қош келдіңіз, Ерлан мырза. Ерлан мырза, жалпы облыста 105 өзге ұлт өкілі бар. Олардың өзара қарым-қатынасын реттейтін қандай шаралар атқарылуда? Рахмет, өте орынды сауал. Енді бұл мәселеге кіріспес бұрын мен кіріспе ретінде біздің басқарманың жалпы дін мәселесі, діни рухани жаңғыру жөнінде бірауыз тілге тиек ететін болсам, қазір біз байқағанымыз қоғамда жалпы Қазақстан болсын, әлемде болсын, қоғамда жалпы рухани жаңғыру кезеңі жүріп жатыр. Байқасаңыздар, қазіргі таңда шығып жатқан өнімдер, кино болсын, музыка болсын, кез келген мәдени, рухани саладағы материалдардың барлығы жоғарғы деңгейде дамып жатқанын көреміз. Бұл нені білдіреді? Бұл өз кезегінде біздің қазақ халқының өзінің рухани даму, жаңғыру кезеңін білдіреді. Әрине осы жаңғыру, даму кезеңінде біз әрине дінді айта кетпеуімізге мүмкін емес, өйткені қазіргі таңда адамдардың, яғни қоғамдағы азаматтардың да діни жаңғыру, даму жолы өте үлкен қарқынды белес алды. Оның ішінде әсіресе жастардың, мысалы кеше ғана Міржақып Дулаттың Оян қазақ шыққанда бәріміз көрдік, жастардың ағылып сол киноға барып көріп жатқандығынан. Ол жерде де біз байқауымыз керек, әрбір тарихи, рухани даму жолындағы кинолардың өзінде де, ішінде де міндетті түрде бір эпизодтар дінге байланысты болады. Содан ақ біз аңғарамыз, яғни діннің қоғамдағы алатын орны, маңызы өте зор деп есептеймін. Яғни біздің облыста, енді сұрағыңызға келетініміз, облыста көп ұлтты, конфессиялы өлке болғандықтан, әлбетте бұлармен біз міндетті түрде жұмыс жүргіземіз. Оның ішінде бізде Алматы облысы көп этнос жағынан, яғни ұйғыр және түрік этностарының басым болып табылады. Осылармен біз тығыз қарым-қатынаста жұмыс істейміз. Біз яғни дін саласы бойынша оларға түсінікті болу үшін біздің діни бағытымыз, діни түсінігіміз, діни даму жолымыз түсінікті, яғни дін саласының мемлекеттік саясаты оларға түсінікті болу үшін біз олардың өзінің тілінде ақпараттық материалдар, яғни фото, видео, немесе әртүрлі бейне роликтер дайындаймыз, және өз тілдерінде жаңағы діни ғимараттарда, діни бірлестіктерде өз тілінде жеткізуге тырысамыз. Және олармен біз тығыз, яғни діни бірлестіктің жетекшілері болатын болса, яғни ұйғыр имамдар, немесе басқа орыс православ шіркеуінің өкілдерінің жаңағы басқа бағыттағы ұлт өкілі болатын болса, оларды біз 90-на бір рет жинап жаңағы түсіндіру жұмыстарын жүргізіп отыратын боламыз, ақпараттық түсіндіру жұмыстарын. Және де бізде 90-на бір рет діни бірлестіктер жетекшілерінің клуб отырысы деген арнайы жоспардағы шарамыз бар. Сол шара барысында да біздің діни бағытты, діни мемлекеттің діни саясаты жөніндегі, немесе қазіргі діни бағыттағы қоғамдағы болып жатқан өзекті мәселелер тақырыбында әртүрлі, тіпті жаңағы өзге бізде исламнан басқа діни бірлестіктің өкілдерінің барлығы жаңағы басқа ұлттың өкілдері болып табылады. Біреу кәріс болуы мүмкін, біреу орыс, немесе біреу жаңағы басқа түрік болуы мүмкін, ұйғыр болуы мүмкін, әртүрлі діни бірлестіктің өкілдері әртүрлі болып келеді. Сондықтан біз оларға біздің өзіміздің ұлттық болмысымызды, яғни қазақ қоғамға бейімдеу үшін олармен түрлі әртүрлі форматтағы, яғни олардың діни танымдық, тек қана діни тұрғыдан емес, ұлттық танымдық тұрғыдан біздің өзіміздің қазақтың кім екенін, бұрыннан біздің осы жерде тұрып жатқаннан кейін олар өзін сезіну керек қой, қайда тұрып жатқанын, қандай мемлекеттің қорғауында өмір сүріп жатқанын білдіру үшін біз оларды жаңағыдай тарихи жерлерге, жаңағы біздің ұлттық салт дәстүрлерімізбен таныстыру секілді әртүрлі форматтағы, яғни бейресми форматтағы біздің мысалы ұлттық тағамдарымызды оларға беру арқылы, солар арқылы таныстырып жатқан жағдайымыз бар. Енді мен бір таңғалатын жағдайым, жалпы бұл облыстағы емес, республика көлемінде мына исламнан басқа діни бірлестіктер, яғни әсіресе орыс православ шіркеуіне қатысты, яғни христиандық діни бағытқа қатысты діни бірлестіктердің арасында қазақилану үрдісі белең алып бара жатыр. Байқасаңыздар, Қонаев қаласында да, басқа да аудандарда мен байқадым, шіркеулерінің жаңағы алдында қазақ үйлер тұрады. Бұл ненің көрісі? Бір шетінен ол
бұл жерде екі түрлі пікір қалыптасып жатыр қоғамда. Біреу айтса, біреу айтады. Мысалы, олар өздеріне, яғни қазақтарды тарту үшін істеп жатқан бір саясаты болуы мүмкін дейді. Ал біреулер айтады, яғни біздің қоғамға олар бейімделіп, сондай үлгіге өтіп жатыр деген екі ұшты пікір бар. Енді ол болашақта ол мәселе қарастырылып, қандай болу керек қазір біз мамандар ақылдасып жатырмыз. Яғни ақылдасып, министрлікке, жоғары басшылыққа ұсыныстарымызды айтатын боламыз. Бұл да болса бір, яғни бір рухани жаңғырудың, діни бірегейтін, ұлт этносаралық қарым-қатынастың бір үлгісі ретінде қарауға болады. Енді одан да басқа тұрақты түрдегі ақпараттық түсіндіру жұмысымыз, оқыту семинарларымыз олармен тұрақты әрі жалғаса беретін болады. Жақсы, рахмет. Енді Ерлан Жұманұлы, жалпы христиан, будда дейміз, тағы да басқа діндерде жүрген азаматтарға арнайы құлшылық ететін орындары жалпы жеткілікті ме? Әлбетте, біздің облыс жалпы көп конфессиялы облысқа жатады. Мысалы, жалпы елімізде Қазақстанда 18 конфессия тіркелген болса, оның 11-і біздің облыста тіркелген. Яғни атымен атап өтетін болсам, ислам діні, православтар, католиктар, лютерандар, баптистер, методистер, пятидесятниктер, пресвитерандар, адвентистер және йога куәгерлер мен Кришна санасы қоғамы осы біздің облыста қызметтерін атқарады. Әрқайсының өзінің әлбетте діни ғимарат, діни құлшылық ететін ғимарат орындары бар. Бізде заңымызда да, жалпы облыста да ешқандай оларға шектеу жоқ. Заңды түрде тіркеліп, емін-еркін құлшылықтарын, рәсімдерін атқарып жатқан жағдай бар. Тек қана оларға біз құлақ қағыс етеміз, әрқашан қоғамға да, оларға да ескертіп өтеміз. Барлығы заң жүзінде, заңмен бекітілген, мемлекеттік жергілікті атқарушы органдар бекітілген орындарда ғана уағыз насихаттарын жүргізіп, құлшылықтарын ғана атқару керек. Одан басқа тағы да бізде облыста миссионерлер бар. Бізде 26 миссионер тіркелген, олар да заңды қызметін атқарады. Олар да заң аясында облыстың кез келген жеріне барып өзінің дәрістерін, сұхбаттарын жүргізбейді. Біз рұқсат еткен жерлерде өздерінің аумағында, облыстың бекітіп берген аумағында ғана дәрістерін жүргізеді. Яғни бұл жағынан ешқандай кедергі жоқ. Тек қана кей жағдайда орын алады. Мысалы, шетелден аяқ асты келген уағызшылар болуы мүмкін, немесе миссионерлер болуы мүмкін. Солар заң шеңберінен шығып, біз рұқсат етпеген жерлерде уағыз насихат немесе шараларын өткізу мүмкін. Ондай кезде әлбетте біз құқық қорғау саласы қызметкерлерімен бірлесе олардың алдын алып отырамыз, бақылап отырамыз. Біздің әр ауданда, әр қала аумағында біздің мамандар бар. Үнемі байланыста олармен бақылауда жұмыстар жүргізіліп жатыр. Әрине, енді шетелден келген азаматтар жалпы заңды толығымен білмей жатқанын осындай бір кикілжің тудырып жатады. Енді жақсы, енді Ерлан мырза, жақында Нұрлан имам келіп кетті. Жалпы келуінің негізгі себебі қандай? Жалпы кімдермен кездесті, қандай тақырып қозғалды? Енді қоғамда бір айтылатын бір әдемі сөз бар. Жастар бұзылып бара жатыр, жастар жат ағымға кетіп жатыр, жастар жат мәдениеттің өкілі болып жатыр деген сынды түрлі пікірлерді естіп жатамыз. Осы жаңсақ пікірдің алдын алу мақсатында, яғни мен айтар едім, кейде үлкен азаматтар кейбір кездесулерде, шараларда маған ұсыныс ретінде айтып жатады, қазіргі жастар тыңдамайды, үлкендерді сыйламайды деп жатады. Мен ол пікірмен өз басым жеке маман ретінде келісе бермеймін. Мен айтар едім, ол кісілерге тыңдамайтын жас жоқ, тыңдата алмайтын кәрі бар. Шынымен біз ол Нұрлан имамды шақыруда мақсатымыз көп. Жастарымыз қазір шыны керек мойындаймыз, ол кісіні мойындайды, тыңдайды, пікіріне құлақ асады. Сондықтан да біз сол кісіні жастардың жат ағымға түспей кетпеуін, қоғамдағы түрлі қазір дерттер бар ғой, лудомания дейді, нашақорлық дейді. Одан қалса біздің де өзіміздің арамызда жемқорлық деген сықылды үлкен дерттеріміз бар ғой. Сол дерттердің алдын алу мақсатында енді біздің діни салада болғаннан кейін әлбетте бірінші діни экстремизм мен терроризмнің алдын алу мақсатында ол кісіні облысқа арнайы шақыртқан болатынбыз.
ол кісі біздің арнайы шақыртуымызды қабыл алып, облыста, яғни Қарасай ауданында, Қонаев қаласында жастармен, ақсақалдармен, одан кейінгі біздің тағы бір қазіргі белең алып бара жатқан бір жағдайдың бірі, мына спортшылар арасында дінге қызығушы жастардың өте көп болуы, және жаттықтырушылардың да осы жат ағымның жетегінде кетіп, сол бір жат идеологияны насихаттап жатқан жағдайлар бар, оны жасыра алмаймыз, тіркеліп те жатыр. Яғни осы тараптан да біз сол шараға жаңағы спортшылар, жас спортшыларды да, жаңағы жаттықтырушыларды шақыру арқылы олардың енді бір теңіздің тамшысындай бір ақыл айтып, соларға бір тоқтау салу үшін арнайы шақырған боламын. Өте мазмұнды бір келелі кездесулер болды. Өте халық өз көкейінде жүрген сұрақтарын, тіпті кейбір ата-аналар жас бүлдіршіндерін алып келіп, біздің дәстүрімізге сай сол тұсауын кестіріп, жаңа атын немесе аузына түкіртіп деген сықылда өздерінің ырымдарын орындатып жатырды. Енді одан басқа жаңағы Нұрлан имамды сол кездесуге ғана емес, қазір біздің басқарма тарапынан қоғам дауысы деген жаңа жобамыз өз жұмысын бастады. Сол жұмысқа бір жаңағы алғашқы қадам ретінде, алғашқы баспалдағы ретінде, бір жақсы ырым ретінде біздің де жаңа контенттеріміз Нұрлан имамға лайықты сондай бір дәрежеде болсын деген ниетпен сондай бір жобамызға арнайы шақыртқан боламыз. Яғни қазіргі жастардың тілімен айтқанда подкаст, яғни қазір жастардың көп көретіні сондай емін-еркін форматтағы сұхбаттар ғой, соған арнайы шақыртқан болатынбыз. Сол сұхбат барысында да жаңа қоғамдағы лудомания, жастардың арасындағы түрлі кеселдерге байланысты тақырыптар қозғалды. Өте жақсы. Қазір қаралмада жаман емес, өте жақсы. Бірінші бастамамыз жақсы басталып келе жатыр. Сол арнайы Нұрлан имамды шақырудағы себебіміз, мақсатымыз негізгі осы. Жастар өте жақсы белсенді тыңдап, сұрақтарын қойып, өздеріне қажетті мәліметтерді алған болатын. Жақсы, елімізде негізгі мәселелер қандай болып көтерілген? Енді негізгі мәселе әрине бірінші кезекте ол діни экстремизм мен терроризмнің алдын алу, жат ағымның алдын алу, яғни жат ағымның белгілері қандай, оларға түсіп кетпеу үшін азаматтарымыз не істеу керек, жалпы дін ұстанушы азаматтардың жаңағы мінез құлқы қандай болу керек, яғни өзін дін ұстанушымын дейді, бірақ сөзіне ісі сай болмай жатқан жағдайда не істеу керек деген сықылды мәселелер бірінші кезекте қозғалды. Одан кейінгі біздің негізгі көздегеніміз мына лудомания тақырыбы болатын. Қазіргі таңда мына құмарлыққа осындай неше түрлі жаңағы мен Нұрлан имамның мына бір сөзіне өте қатты риза болдым. Қазіргі таңда қарапайым мына тиктокта отыратын жастар бір-біріне, мен өзім жалпы тиктокқа аса қатты мән бере бермейтін екенмін. Сол Нұрлан имамның белсенділігіне, жаңағы тиктокта әлеуметтік желіні жақсы білетініне өте тәнті болған. Жаңағы тиктокта донат деген нәрсе бар екен ғой, иә. Сол жерде бір-біріне донат деген ол кәдімгі қаржыны талап ететін нәрсе екен. Сол донатты бір-біріне лақтыру арқылы ол нәрсенің де дінімізде тыйым салынғандығы, ол да бір ақша шашудың бір түрі екені, құмарлыққа жататындығын сол жерде айтып өткен болатын. Осындай бір өзекті тақырыптар төңірегінде болды негізгі шарамыз. Жақсы, рахмет. Енді Ерлан мырза, өзіңіз айтып қалдыңыз, жалпы Нұрлан имамды жастар мойындайды, жалпы ұстаз ретінде көреді дедіңіз, иә. Енді жалпы елімізде, жалпы республика көлемінде тағы қандай ұстаздарды бүгінде жастар жақсы тыңдайды? Енді жалпы Нұрлан имам болсын, кез келген танымал тұлғаларды жастар ғана емес, жалпы қоғам қабылдап жатқаннан кейін біз соларды шақырып жатырмыз. Өйткені жаңа кездесуімізге біз шақырған контингенттен бөлек қарапайым халық өздері жаңа жарнамамызға еріп келген болатын, залдың бары лық толып өткен болатын. Енді одан басқа Нұрлан имамнан басқа әлбетте жақсы ұстаздар, жақсы дәріскерлер бар. Соларды да біз шақыруға тырысып жатырмыз. Енді кейде мен ойлаймын, кейде біз ойлаймыз негізі қоғамда әлеуметтік желіде белсенді ғана азаматтар жақсы сөз айтып, жақсы тоқтау айта алады деп ойлаймыз. Бірақ мен білетін әлеуметтік желіде белсенді емес, сондай бір керемет ұстаздар, дәріскерлер бар. Солар мысалы жақында ғана Алматы қаласында біз шара өткізген кезде осы елімізге танымал Асқар Сабдин деген өте бір осы теологиялық салада, яғни дерадикалдандыру саласында өте танымал ұстазды шақырған болатынбыз. Ол кісімен де оқыту курсын өткізіп,
жаңағы сұхбат алып қалған болатынбыз. Одан кейін Астана қаласына Нәрікбаев атындағы университет деген мекеме бар. Сол жердің әлеуметтану саласының ғылымдарының кандидаты жаңа Талғат Жәрдемқұлұлы деген үлкен әлеуметтанушы ғалым ағамыз бар. Сол кісінің де тартқан болатынбыз. Яғни оларды әлеуметтік желіде жастар жақсы білмеуі мүмкін, бірақ олардың беретін ақпараттары өте құнды, өте сапалы. Өйткені олардың жаңағы сөйлеген сөздері тек қана құрғақ сөздік емес, ғылыми, яғни теориялық негізге негізделеді. Сондай танымал ұстаздарды, жаңа дәріскерлерді шақыруға тырысып жатырмыз. Жоспар бойынша әлі де бізде көптеген шара, жаңағы подкасттарға да біраз ұстаз дәріскерлерді шақыру жоспарымызда бар. Бұл жұмыс тұрақты жұмысымыз ғой, біздің жалғасын табатын болады. Жақсы, рахмет. Енді қоғам дауысы жобасы дедіңіз, арнайы жоба, бастамасын Нұрлан имам келіп, жалпы қолдау көрсетіп кетті дедіңіз. Енді бұл жоба жайлы толығырақ айтып берсеңіз. Енді бұл жобадағы негізгі мақсатымыз қазір біздің жалпы облыс көлемі болсын, республика болсын, басым бағытталып жатқан бір нәрсе бар, ол жастардың көңілін табу. Өйткені мына деструктивқа да, қоғамдағы мына көптеген келеңсіз жатқылықтарға барып жатқан сол жастар болғандықтан, жастарға көңіл бөлу мақсатында, жастарды жат ағымнан алып қалу мақсатында, жастардың жаңа ұлттық рухани құндылығын байыту мақсатында біз сол жобаны қолға алған болатынбыз. Өйткені біздің жаңағы стандартты дейміз ғой, орысша айтқанда, күнделікті істеп жатқан әрекетімізден ол қарапайым халық қана немесе мамандар ғана ақпарат алуы мүмкін, ал жастар көбінесе өзінің сай, әр нәрсенің өзінің деңгейіне сай шаралар атқару керек деп, осы біз жаңа подкастты жарыққа шығарып отырмыз. Мақсатымыз сол жастардың көңілін аулап, жастардың бір бойына ұлттық рухани құндылықтарды, діни иммунитетті, дұрыс иммунитетті қалыптастыру болып табылатын. Жақсы, рахмет. Енді жастар дейміз, тағы да осы жастар санатына келіп тоқталсақ, жастардың діни сауаттылығын арттыру мақсатында атқарылып жатқан жұмыстарды айтайықшы. Бірі осы қоғам дауысы болса, тағы да бұдан өзге. Бұдан өзге енді әлбетте ол біздің тұрақты жоспарлы негізде жыл сайын өткізетін шараларымыз сол студент жастармен кездесу, маргиналды жастармен, және де базарда жаңағы сауда саттықпен айналысатын жастармен кездесу, одан кейін жаңағы олармен кездесіп, жаңа ақпараттық түсіндіру жұмысымен қатар интернеттегі жаңағы әртүрлі діни, деструктивті діни топтарға тіркелген азаматтарды солардан арашалау мақсатында, енді бір жас мүмкін білмей кіріп жатады ғой, бір топтарға, оның жаңағы салафилік болсын, басқа топ екенін білмейді, әйтеуір діни мәлімет тұрғаннан кейін тіркелу мүмкін. Сондай жастарды да білместікпен тіркеліп алған, немесе де білсе де оның қате еместігін білмейтін жастарға тоқтау салу мақсатында біз интернет кеңістігінде бақылау, жаңа мониторинг жұмыстарын жүргізіп, жыл басынан бері мысалға 1960, яғни оларға жаңағы ескерту хабарлама, SMS дейміз ғой, жіберіп, нәтижесінде міне 121 адам жас сондай топтардан бас тартқан болатын. Енді біз барынша мүмкіндігіміз жеткенше оларға әлеуметтік желіде болсын, сыртта болсын, жаңағы оқу орнында болсын, солармен түсіндіру жұмысы арқылы олардың бетін бері қайтарып, дұрыс түзу жолға бағыттауға тырысып жатырмыз былайша айтқан кезде. Жақсы, енді Ерлан мырза, білуімізше жалпы оқушыларға осы мектепке өздеріңіздің қызметшілеріңіз барып, арнайы діни экстремизм, терроризмге қарсы жұмыстарды жүргізіп, түсіндірме жұмыстарын жүргізіледі. Бұл енді жылына қанша рет ұйымдастырылады, әлде апта сайын өтетін жұмыстар ма? Бұл күнделікті біздің енді ұйқыдан ашып, көзімізді ашқаннан кешіп батқанға дейін атқаратын шарамыздың бір түрі. Енді жылына былтырғы, мысалы 2000 жылғы жыл қорытындысына сәйкес біз 1000-ға жуық шара осындай атқарған болатынбыз. Ақпараттық түсіндіру бар, жаңа әртүрлі формат, базарда болсын, мектеп, колледж, жатақханаларда тіпті өткізген 1000-ға жуық шарамыз болған. Енді биыл да сол межені одан да артығын қойып отырмыз жоспарда. Өйткені жыл сайын бұл діни сала күрделенбесе жеңілдеп жатқан жоқ. Сондықтан да біздің де шарамыз әртүрлі бағытталып жатыр. Бұрындары жалпы жаңағы қоғам контингентті жалпылай жинап алуға тырысатымыз.
Ал қазір нысаналы топтарға көбірек басым бөліп жаңағы назар аударып жатырмыз. Себебі жаңағы қоғамдағы кейбір еленбей қалған жастар болуы мүмкін. Жаңағы маргиналды жастары дейміз, жаңағы жалпақ тілмен айтқанда питакта тұратын жастар болады, жұмыссыз деп. Сондай жастарға кейде біздің ақпаратымыз жетпей жатқан болады. Сол мақсатта, яғни олардың да алдын алу үшін біз сондай бір нысаналы, орысша айтқанда узкий кругтарға барып түсіндіру жұмыстарын жүргізіп жатқан жағдайымыз бар. Яғни бұл жұмыстар жылдан жылға өзінің тәсілін өзгерте береді. Бұрындары жалпылайға көбірек көңіл бөлетіміз. Қазір осындай жекелеген топтық кездесулерге көбірек мән береміз. Өйткені сол жерден сұхбаттан кейін шығатын әңгімелер де бөлек, сұрақтар да бөлек. Мысалы, бір аудиторияға кірген кезде бірнеше адамның арасынан жаңағы сондай бір топқа кетіп жатқан немесе жаңағы адасып жатқан азаматтарды кездестіру өте оңай болады. Жақсы, рахмет. Енді жастар деп тағы да ораламыз. Енді бүгінде дінге жалпы бет бұрып жатқан жастар өте көп деп өзіңіз айтып өттіңіз. Жалпы осылардың негізгі дерт қандай болып жатыр? Қазір мысалы көріп жатырмыз, ақпараттық желілерден, ютубтан болсын, инстаграм деп жатамыз, мешітте әумин деген сөзі үшін таяқ жеген азаматтар да бар. Бұл жайлы не айтасыз? Енді бұл өте бір ауқымды сұрақ деп есептеймін. Бұған бір ғана вариантпен, бір ғана нұсқамен жауап беру ол сәйкес келмейді. Сондықтан мен тек қана бір ғана нұсқасын көбірек айтар едім. Және көп ортада да, көп кездесулерде де осыны айтамын. Біздің кеше ғана мына көреміз деген бағдарлама бар ғой, Евразия арнасы. Сол бағдарламаны көріп отырып, өте бір жағамды ұстаған жайттар болды. Мектеп оқушыларының жаңағы жаман жолға түсіп кетуі туралы отыр. Оның жаңағы ата-анасымен сұхбаттасқанда ата-анасын сұрап отыр, сіз тараптан қандай кемшілік кеткен дегенде ата-аналардың өзі де мойындап отыр. Оны қоғамда көз ашып көрермен оны іштей де сезіп отыр, біледі. Біздің көп кемшілігіміз сол ата-ана тарапынан болып отыр ғой. Отбасы бір шағын мемлекет десек, сол мемлекеттегі шағын отбасы мемлекетіміз дұрыс дамимай жатыр, дұрыс алға жылжымай жатыр. Жаңағы көреміздегі ата-аналардың өзі айтып жатыр да, мен көп осындай баламның осындай жаңағы жаман жолға кетуіне ең бірінші себеп осы баламды жаңағы нәпақа табам деп, дүние табам деп балама көңіл аудармай қойған себебін деп өздері де мойындап отыр. Оны қоғамда ащы шындық болса да мойындайды. Менің де осы айтар жауабым осы. Қазіргі жастардың да көңілін аулай алмай жатқан себебіміз олар отбасынан дұрыс тәлім тәрбие үлгі өнеге көре алмай жатыр. Сондықтан мен кейде айтар едім ата-аналарға, сіз көп ақша табудан гөрі көп баламның тәрбиесіне қаншалықты уақыт бөліп жатырмын, соны көбірек қолға алу керек деп есептеймін. Яғни көп мен жастармен кездесуге келген кезде көп балалардан ата-анасынан жылулық, махаббат көрмеген жастарды байқаймын. Өйткені қойған сұрақтарының өзі сол бір ұшы ата-анаға келіп тіреледі, тіреледі. Мен мынандайды біле алмай жатырмын, мен мынандай бағыттың бар екенін білмеппін, немесе мынандай ақпаратты бірінші рет естіп тұрмын деген сөздермен бастағанда жастар сұрақ қоярдың алдында, мынаның ата-анасы демек бұндай ақпаратты, бұндай махаббатты, бұндай бағытты түсіндірмеген деп топшылауға болады. Сондықтан жастарымызды осындай жат ағым болсын, жаңағы жат қылықтардан сақтаудың ең бір төте жолы сол ата-ананы тәрбиелеу. Біз қазір сол ата-ана отбасы институтын дұрыстай алсақ, қоғамды дұрыстай аламыз деп ойлаймыз. Өйткені қазіргі әрбір отбасындағы әке мен бала, ана мен баланың ойлау немесе бір қарым-қатынас деңгейі әртүрлі. Мысалы, әкесі футболға қызықпайды, баласы футболға қызығады да, оның арасында ешқандай байланыс болмайды. Яғни оның көксегені басқа, сенің көксегенің басқа. Ал біз ортақ бір құндылық қалыптастыра алсақ, әке мен бала арасындағы. Сондықтан да әке оған көңіл бөлсе, ол жерде ортақ байланыс шығады. Яғни әкесі көрген білгенін жаңағы баласына үйрете беретін болса, ода бір құндылық қалыптасады да, екі құндылық сәйкескен уақытта ғана бір-бірін түсіністік пайда болады, бір-бірін тыңдау пайда болады. Ал біздің ата-аналар мен балалардың арасында не үшін байланыс жоқ? Өйткені
балалары ата анасын не үшін тыңдамайды, өйткені екеуінің арасында ортақ құндылық жоқ және байланыс жоқ, одан кейін тыңдамау басталады. Анау басқан армандайды, мынау басқан армандайды. Сен кітап оқы дейсің, ол соткада жатады, өйткені сен өзің кітап оқымайсың, өзің сондай жолда жүрмегеннен кейін байланыс болмайды әлбетте. Сондықтан жастардың адасуы осындай бір қарапайым нәрселерден ғана басталып жатады. Ал кез келген қарапайым нәрсе ол үлкен нәрселерге алып келеді. Шәкәрім бабамыз айтады ғой, сөзіңді түзе, әдетің айналады, әдетің түзе, мінезің айналады, мінезің түзе, ол сенің тағдырың дейді. Міне сондай қарапайым нәрселерден ғана біз қол үзіп жатқаннан кейін жастарымыз осындай бағытқа кетіп жатыр, өкінішке орай. Ерлан мырза, арнайы уақытыңызды бөліп студиямызға келгеніңізге көп рахмет. Жұмыстарыңызға тек қана сәттілік тілейміз. Қымбатты көрермен, бізге берілген уақыт өз мәресіне жетті. Біз сіздермен қоштаспаймыз, тек келесі кездескенше.